Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді муравейник дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, көп затты қажет етпейді. Міндетті түрде менімен бірге жасаңыздар. Менің басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма қазір тіркеліп қойыңыздар. Ал онда бірге бастайық. Ең алдымен үлкен ыдысқа сары майды саламыз. Сары майды ерітпей, осылай бүтін қалпында салу керек. Үстіне қаймақ саламыз. Қоспалардың нақты мөлшерін описаниеге қалдырдым. Қант және де қопсытқышты саламыз. Оның да мөлшерін описаниеге қалдырдым, бірақ кішкене айырмашылықтар болуы мүмкін. Ұнды аз-аздан қосып отырып, қамырды илейміз. Басында бүтін сары маймен қамырды илеу қиындау болады, бірақ сонда да осы сары майды ерітпей осылай бүтін күйінде қамырды жасасаңыздар, қамыр өте жұмсақ әрі песочный болып шығады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасаймыз. Үстелдің үстіне осылай салып жасасаңыздар да болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды тоңазытқышқа 1 сағатқа қатты болғанша қойып қоямыз. Келесі кезекте қамырды тоңазытқыштан алып, үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізгенде қамыр жабысып қалмас үшін ұнға осылай батырып алуымыз қажет. Барлық қамырды осындай тәртіппен жасап шығамыз. Бетіне кішкене ұн сеуіп, қамырды біркелкі етіп орналастырамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіреміз. Міне осылай қызарып пісуі қажет. Енді барлығын майдалап, қолдың көмегімен осындай майда бөліктерге бөлеміз. Барлығын біркелкі формада майдалап шыққаннан кейін, үстіне вареный сгущенканың 1 банкасын құямыз. Қасықтың көмегімен барлығын жақсылап тұрып, араластырып, біріктіреміз. Өзімізге ұнаған формаға салып, муравейниктің формасын жасаймыз. Салмас бұрын ыдысымызды сулап алуымыз қажет.
Өйткені ыдыстан түсірген кезде жабысып қалмас үшін. Осылай барлығын тығыздап қасықтың көмегімен жақсылап орналастырамыз. Формасын бүлдіріп алмай осылай түсіреміз. Барлық қоспамызды осы тәртіппен жасап шығамыз. Осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде осындай формамен 30-35 шақты муравейник шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Уақытты алмайтын, көп зат кетпейтін, өте дәмді десерт деуге болады. Алдағы уақытта сіздерге арнап өте қызықты, керемет рецепттер түсіретін боламын. Жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.